Сұрама менің жасымды, санама ақты шаштағы, кеудеге сүйе басынды, сырынды түгел аштағы. Әнуарбек Дүйсенбиев. Қазақ балалар әдебиетінің көрнекті өкілі, ақын, аудармашы. Балаларға арналған прозалы шығармалардың авторы, журналист. Әнуарбек Дүйсенбиев 1931 жылы қазан айының 25 жұлдызында Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Қарақастек ауылында туған. Ұзақ жылдар Балдырған журналының жауапты хатшысы, Жалын баспасында бөлім меңгерушісі, жазушы баспасында аға редакторлық қызмет атқарған. Әнуарбек Дүйсенбиев 1954 жылы қазіргі қалыпты бітіреді. 1954 жылдары алғашқы өлеңдері Қазақстан пионері газетінде жарияланды. 1957 жылы жарық көрген «Не деу керек» суретші кітапшасы кішкентай оқырмандардың сүйікті кітабына айналады. 1958 жылы ақынның «Қызғалдақ» атты жинағы жарыққа шыққан. Оған ақынның лирикалық өлеңдері және аудармалары, балаларға арналған туындылары енген. Әнуарбек Дүйсенбиевтің шығармалары өзге ұлт өкілдерінде сүйіспеншілігі ие болады. 4 кітабы орыс тілінде, қырғыз, украин тілдерінде де жеке кітаптары жарық көреді. Әнуарбек Дүйсенбиевтің аударма кітаптары Лермонтов, Радаев, Маршак, Михалков, Барков, Жалил, Қолыз, Тоқтағұл секілді ақындардың өлеңдері қазақшаға аударған. Әнуарбек Дүйсенбиевтің балаларға арналған өлеңдері мен ертегілері «Ақ мамам», «Мектеп ана», «Әже», «Ақылшы мұғалім», «Бәтеңке шұжық балқайма», «Екі қу», «Базарда» тағы басқалар. Әнуарбек Дүйсенбиевтің шығармашылығына тән қасиет. Туындылары табиғатынан танылатын қилы-қилы көріністің жаратылыс жарастығы мен сезімдік толғаныстардың әр алуан құбылыстардың өмір шындығына кіреге көрінуінде.